Бүгінгі күндеріңіз берекелі болсын. Бүгін бізде гренки. Сүтке қант пен тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Үйде желінбей қалған нан болатын болса, осылай жасасаңыздар, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Мен бүгін батоннан жасадым. 2 дана жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Дәміне ерекшелік беру үшін укроп қостым. Укропты қосса да, қоспаса да болады. Бізге бірақ укроп қосылған түрі ұнады. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте қарапайым. Нандарымызды осылай 2 бетін аунатып аламыз. Табамызға майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін нандарды салып, 2 беті қызарғанша қуырып аламыз. Жасалу жолы өте қарапайым, өте дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, осындай қарапайым тағамдарды дайындауларыңызға болады. Осымен гренкиіміз дайын болды. Өте жұмсақ дәмді болып шықты. Ас болсын.